Сәлеметсіңдер ме балалар? Бұл 3 сынып қазақ тілі сабағы. Бүгін бізде 68-ші сабақ. 12-ші жаттығу. Мәтінді тыңда. Ересек оқушы. Әбілхан тұңғыш рет мектеп табалдырығын аттағанда 25 жаста еді. Өмірінде оқулық ұстап көрмеген Әбілханға оларды түсіну қиын еді. Есеп тіпті ауыр. Бірде мектеп директоры Әбілханды шақырып, оңаша сөйлесті. Сонан соң сыныбындағы 2 баланы шақыртып алып, ертеңнен бастап Әбілхан сурет студиясында оқиды. Екеуін кезек-кезек студияға ертіп барып, оған тілмаш боласыңдар деді. Әбілханды ертеңінде суретші Хлудовтың үйіне Дәлденбаев ертіп барды. Үйден шашы аппақ қудай көзілдірікті шал шықты. «Қош келдіңіздер», деп үйге өзі бастап кіргізді. Жаркенттенсің бе?» деді ол. «Білем, ол жерлерде болғанмын. Тамаша таулы өлке», деп жер жаннаты Жетісуды жанындай жақсы көретінін айтты. «Үйренуге, сабақ алуға келдім», дегенде Хлудов қатты қуанды. «Міне, жасым 70-тің 8-інде. Өмірімде алғаш рет қылқалам ұстаған қазақ суретшісін көріп отырмын», деп қоштасарда бір қорап акварель қағаз берді. Енді балалар, төмендегі берілген мәтін мазмұнына байланысты сұрақтарға жауап берейік. 12-ші жаттығу. Тірек сөздерді белгіле. Мұнда балалар тірек сөздер Әбілхан, сурет студиясы, тілмаш, суретші, Хлудов, қылқалам, Жетісу, акварель. Келесі сұрақ: мәтін кім туралы? Мәтін Әбілхан Қастеев туралы. Ол кімнен сабақ алды? Ол суретші Хлудовтан сабақ алды. Әбілхан неліктен мектепке кеш келді деп ойлайсың? Әбілханның мүмкіншілігі болмағандықтан мектепке кеш келді деп ойлаймын. Келесі: мәтін неліктен ересек оқушы деп аталады? Мәтін ересек оқушы деп аталу себебі: Әбілхан Қастеев 25 жасында алғаш мектеп табалдырығын аттаған. Мәтіндегі жалқы есімдерді теріп жаз. Жалқы есімдер: Әбілхан, Дәлденбаев, Хлудов, Жаркент, Жетісу. 13-ші жаттығу. Көптік жалғауларының тиістісін қойып жаз. Ауданда суретшілер жарысы өтті. Балалар сурет салуды жақсы үйренген. Жеңімпаздарға сыйлықтар тапсырылды. Көпше түрдегі зат есімдердің астын сыз дейді балалар бізге. Мұнда суретшілер, балалар, жеңімпаздарға сыйлықтар. Келесі шығармашылық үзіліс. 14-ші жаттығу. Өлеңді оқып, мазмұнына сай сурет салып көр. Суретші боламын. Суретші болам өскенде, саламын туған даламды. Қызарып батқан кештерді, жұмыстан қайтқан анамды. Бояуын құям аспанның, басына биік асқардың. Суретін салам сағынсам, бірге оқыған достардың. Қанипа Бағыбаева. Мұнда балалар енді өздерің өлең мазмұнына сай етіп сурет салсаңдар болады. Мысалы, мұнда даланы салсаңдар болады, жасыл даланы, ағаштар салсаңдар болады. Және қызарып батқан кештерді, яғни мұнда балалар күннің қызарғанын, кеш батқанын салсаңдар болады. Жұмыстан қайтқан аналарыңды салсаңдар болады. Тау салсаңдар болады екен. Және өздеріңнің достарыңды салсаңдар болады екен. Осымен балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.